Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге сүзбелі бәліштің рецептісін ұсынамын. Дәмі сөз жоқ, керемет. Жұп-жұмсақ, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Құрамын видеоның астына жазып қойдым. Песочное тесто жасаймыз. Алдымен ұнды електен өткізіп алып, қант, қамыр қопсытқыш қосып араластырамыз. Мұздай қатып тұрған майды үкіштен өткіземіз. Майды үкіштен өткізген кезде әрдайым ұнмен араластырамыз. Май мен ұнды қолмен үгітіп, крошка жасаймыз. Қаймаққа жұмыртқаны қосып араластырамыз. Қамыр бір келкі болғанша илейміз. Салмасын дайындағанша қамырды тоңазытқышқа целлофанға орап қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Мендегі сүзбе үйдің майлы сүзбесі. Сүзбенің үстіне қаймақ, қант, жұмыртқаны қосып, бір келкі болғанша блендердің көмегімен езіп аламыз. Пирогтың бетін әсемдеу үшін қамырдан аздап бөліп аламыз. Қалған қамырға аздап ұн сеуіп жаямыз. Қамырдың қалың болған шеттерін қолмен көтереміз. Салмасын салып, тегістеп жаямын. Сүзбеге байланысты салмасы кейде сұйық болып шығады. Алып қалған қамырдың аз бөлігін ұнмен жайып, кесіп аламыз. Кесіп алған қамырды видеодағыдай пирогтың бетіне қойып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минутқа пісіреміз. Дайын болған пирогтың бетіне қант ұнтағын себеміз. Пирог толық суығаннан кейін кескен жөн. Пирог жұмсақ, дәмді әрі нәзік болып шығады. Суыған пирогты тоңазытқышқа кем дегенде 5-6 сағатқа қойғаннан кейін барып жесеңіз, дәмі ерекше дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын.